қыздар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен әңгіме айтқым келіп тұр. Ана болғандықтан қазіргі таңда барлық дерлік әңгімелеріміз бала жөнінде шығар. Ананың баламызы жақсы киінсе екен, жақсы тамақтанса екен, ауырмаса екен деп, тіпті жаңағы мультфильмдерді де алаңдап қоямыз. Жақсы мультфильмдер қараса екен, өзіне бір жақсы дүние алатын, ой салдыратын мультфильмдер қараса екен деп қалаймыз. Енді шыны керек болып тұрады бізде кейде жаңағы тыныш отырсыншы, үйдің шаруасымен айналысып жатқанда мазаламасыншы деп кез келген мультфильмді телевизордан қосып береміз. Бүгін мен «Синий трактор» мультфильміне талдау жасағым келіп тұр. «Синий трактор» мультфильмі негізінен жақсы жақтарын алайықшы. «Синий трактор» мультфильмі музыкасымен де, жаңағы түрлі түстілігімен де балаларды жаулап алып жатыр. Хит мультфильмдердің бірі десек болады. Оның ұнайтын жері маған жануарларды таныстыруы. Әрбір жаңағы трактордың прицептеріне әрбір жануарды отырғызып қойып, үй жануарын, соларды таныстырады. Қалай олар дыбысталады, аты қалай деген сияқты мультфильмде жаңағы жануарларды көрсетеді де, тіпті оларды жасырып қойған, дыбыстауымен өздерін тауып алыңдар балалар деген сияқты. Сол жақтарына плюс қояр едім. Бірақ бір носы бар, ол орыс тіліндегі мультфильмде біздің балаларымыздың тілдері, үйде біз қазақша сөйлегенмен, олар бір-бірімен араласқанда, жаңағы садикқа барғанда, немесе осы мультфильмдерді көргенде тілдері енді шығып жатқан кезде орыс тіліне бұрылып кетеді. Орыс тілін тез қағып алады да, тез үйреніп кетеді. Осындай мен өзім ана ретінде таба алмай жүрмін үй жануарларын жаңағы таныстыратын қазақша мультфильмдерді. Әрине бар, бірақ мына «Синий трактор» сияқты қызықты мультфильмдерді. Менің қызым өзі музыкамен сондай мультфильмдерді жақсы көреді. И таңдау қиын оған. Әрбір мультфильмді қарай бермейді. Таңдап алады ішінен жаңағы музыкасымен әдемі мультфильмдерді де. И осындай қазақша мультфильмдер болса дер едім. Бірақ мен сіздерге ұсынғым келіп отырған канал бар. Ол Балапан ТВ, өздеріңіз білетін. Жалғыз Қазақстандағы канал деп айтсақ та болады. Қазақ тіліндегі мультфильмдерді беретін. Оның ішінде музыкальный мультфильмдер өте көпте. Менің қызым сол каналды жақсы көреді. Соны ютубқа өзім тіркеліп алғанмын. Қараймыз сол мультфильмді. Сіздерге де кеңес берер едім, балаларыңызды Балапан ТВ-дан қосып беріңіздер, балапандарыңызда мультфильмдерді. Сол каналда кез келген ұлға да қызға да өздері қалайтын мультфильмді таңдап алып көрсе болады. Кеңесім деп қабыл алыңыздар.